соққанда жылына бір жеңіс күні, жанының жазылғандай кемістігі. Қарт солдат өз полкының туын ұстап, білдірмей жалғыз аяқ кемістігі. Алаңға шығушы еді таңғы шақта, полктас бауырларын сан құшақтап, көрісіп, амандасып болғаннан соң, қасқайып, тұрушы еді алғы сапта. Соңынан түзілетін жауынгерлер, отанның әр тұсынан келген ерлер, жарқырап өңірінде ордендері, бір кезде алып берген елге бедел. Бір кезде алып берген елге жеңіс, сарбаздар бірте-бірте кемей тегіс, жыл санап серек тартып бара жатты, сарқылып сабасына бейне теңіз. Қырық жыл, 40 қатар жиналысқан, сағынып бір-біріне ту алыстан, туған жер аспанында айқыш-тайқыш жол қалып, қарт бүркіттер зулап шыға. Кездесіп 9 май мейрамда, алысқан парасаттың майданында, еске алып, ескі жорық асуларын, қанатын қараушы еді жайған тұлға. Ал бүгін өзге полк солдаттары қатарға тұрып жатыр аңдап бәрі. Оларда түгел емес сейрек кеткен кешегі бір-бір үйдің шаңырақтары. Жалғыз тұр, жалғыз аяқ насалдап, төмендеп көтерілмей ту аспандап. Жалғыз тұр, әлі келген бір адам жоқ, жаңғырып дуылдайды тулап жан-жақ. Сағаттар зырылдайды ағады уақыт, өмірдің баянсызын баяндатып, байлайды бір орында қарт солдатты, әлі де қайран үміт алаңда. Жоқ ешкім күнен кейді жұрт азайды, қанатын түн жетектегі бұлтта жайды. Еңіреп қоя берді бетін басып, солдаттың бар үмітін жұтты қайда. Дейтіндей мезгіл емес ертең бүгін, еске алдым 75 жылдың өткендігін. Дәл бүгін сол солдатты ұйыққан жан жоқ, жалғанда жалғыздықтың не екендігін. Я Сергалиев Нурлан Хабибулович. В детстве я всегда завидовал своим друзьям, ребятам, у которых были дедушки. К большому сожалению, у меня не было деда. Мой дед Сергалиев Кадарша родился в 1896 году, аул номер 5, Джемпетинский район Уральской области. Проживал в ауле Бустандах. Призван 16 февраля 1942 года, рядовой 1079-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 11 октября 1943 года при освобождении Белоруссии. К нам пришла повестка о том, что мой дедушка пропал без вести. Больше 20 лет мой отец Сергалиев Хабибулла Кадыршевич искал могилу своего отца, моего дедушки. Были найдены останки моего деда и похоронены в восточной деревне Бабиловичи Лёзнинского района Витебской области. Это моя история, история моей победы, и я всегда буду помнить о своем дедушке Сергалиеве Кадырше, который отдал свою жизнь за моего отца, за меня, за моих детей, за мою страну, за мой независимый Казахстан. Бұл жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Осы қанды майданда соғысқан жандардың бірі менің атам Хамидуллин Хамид. Хамидуллин Хамид атамыз 1924 жылы Батыс Қазақстан облысы Жымпиты ауылында дүниеге келген. Ол жоғары сыныпты Шалқар ауылынан бітіріп,
1942 жылы 17 жасында майданға аттанды. Атамыз дайындық курсынан өткеннен кейін майданда 1-2 Украина, 1 Беларусь майданында 155 танкішілер отрядының құрамында радист болып ұрысқа қатысты. Атамыз қанды майданда Украина, Варшава, Польша, Беларусь елдерін азат етуге қатысты. Атамыз даңқ ордендермен, Қызыл жұлдыз орденімен Варшаваны алған үшін, Польшаны алған үшін ордендермен марапатталды. Жеңісті атамыз 1945 жылы 9 мамырда Германияның астанасы Берлинде қарсы алды. Содан соң 1947 жылы атамыз 2 жыл әскери борышын өтеп елге оралды. Әртүрлі қызметтерді атқарып 1960 жылы Орал қаласындағы бухгалтерлік училищеге оқуға түсіп, 1962 жылы аяқтап, өмірінің соңына дейін Шағатай ауылының Құтсойық елді мекенінде есепші болып қызмет атқарды. Атамыз 1976 жылы дүниеден озды. Атамыздың бұл ерлігі біз үшін үлкен мәртебе. Атамызды әрдайымда есте жадымызда сақтаймыз. Мой отец Даришев Малбагар и его брат Даришев Есимкул участвовали в Великой Отечественной войне. Они были молодыми, они сделали все для того, чтобы эта победа пришла. Сегодня я, как потомок тех людей, которые завоевали эту победу, призываю всех для того, чтобы мы дорожили этой победой. Мы склоняем голову перед теми, кто не вернулся и дал нам эту победу. Мой отец вернулся с Великой Отечественной войны и продолжил мирное время работу. Но, к глубокому сожалению, он рано ушел из жизни. Его брат Даришев Есимкул дошел до Смоленской области, но от пуль врага он, к сожалению, погиб, защищая Родину. Я думаю, что мы всегда, наша семья, будем помнить их и жить этой свободой, которую они нам подарили, вспоминая их каждый день. Я поздравляю всех с 75-летием Великой Победы в Отечественной войне. И считаю, что мы будем всю жизнь благодарны за ту победу, которую принесли наши отцы и деды.